Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін фаршированный перецтің рецептімен бөліскім келіп отыр. Арасы толықтай пісіп шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып, менің қазаным үлкен, сондықтан 2,5-3 литрдей су құйдым. Енді газге қойып қайнатып аламыз. Енді кезекте бір сәбізбен және помидор, пиязымызды турап аламыз. 4-5 ретінде кубик-кубик қылып осылай турап аламыз. Сәбізімізді соломкамен, яғни ұзынша етіп осылай турап аламыз. Қатты ұзын болып кетпесін. Енді қайнап тұрған қазанымызда суға көкөнісімізді саламыз. Ары қарай осы дайындалған ет тартқыштан өткізген етімізді және жуамызды және жуылып тазартып қойған күрішімізді бірінен кейін бірін салып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай керегенше тұз және бұрыш саламыз, және мен паприка салдым, 1 шай қасық, және кинза, яғни кептірілген кинзаны саламыз, өте жақсы дәм береді. Чеснок салсаңыздар да болады, қалауларыңызша өте жақсы дәм береді ол да. Мен қолдың көмегімен араластырдым, сіздер ыңғайларыңызша қасықпен араластырсаңыздар да болады. Қолдың көмегімен дұрысырақ болады. Өйткені барлығы толық араласып, етпен жаңағы пиязымыз, күрішіміз толық араласу қажет. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді дайындап қойған болгар бұрышымды жуып тазалап алдым. Қолдың көмегімен осылай ішке қарай саламыз. Егер қасықтың көмегімен салсаңыздар да болады. Маған қолдың көмегімен ыңғайлырақ болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қатты тығызда болып кетпеу қажет. Арасына бір саусақ сиятындай орын қалдыру қажет. Өйткені күрішіміз піскен кезде тығыз болып жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қолдың көмегімен салған кезде арасына бос орын қалдыру қажет. Енді кезекте қайнап тұрған қазанымызға бағанағы болгар бұрышын саламыз. Астын қаттырақ қою қажет, қайнап тұру қажет. Өйткені қайнамай тұрған кезде салсаңыз, күріштеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Осылай бәрін салып шығамыз. Енді кезекте осындай томат жасап қойғам жаздың күні, жаз айларында осылай 2 ас қасық томатымды салдым. Яғни бұл қызыл болгар бұрышы. Тамаққа қызыл, қызғыш рең береді. Және кәдімгі өзіміздің пайдаланатын сұйық майымызды 3 ас қасық құямыз. Енді кәдімгі құрғақ паприкамыздан жарты шай қасық, және де жарты шай қасық кинза, және ғана осылай қара бұрышты сеуіп, және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қазанымыз енді қайнайын деп жатыр. Видеода көріп түсін қараңыздар, өте әдемі болады. Енді кезекте картопымызды, 3 топ картопымызды алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Бұл картопымызды суды, яғни қазанымыз қайнаған кезде саламыз. Міне біздің қазанымыз қайнайын деп жатыр. Көбігі шығады осындай кішкене ғана. Сол көбікті кішкене ғана бетінде көбіктерін алып тастаймыз сүзгішпен. Енді қайнап тұрған қазанымызға 1 лавр жапырағын салып, және қалған картопымызды, жаңа туралған картопымызды салып, баяу орта отта қайнатамыз 1 сағат, 1,5 сағаттай. Көріп тұрғандарыңыздай түрі де өте әдемі. Сол кезде арасы толықтай пісіп шығып, жарылмай шығатын болады голубцаларымыз. Міне біздің голубцамыз дайын болды, дара-дара болып, өте әдемі болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, астарыңызда.